Сәлем баршаңызға, менің есімім Мұрада. Бүгін біз хит трендте жүрген қазіргі модадағы кедыйға табан тоқып үйренетін боламыз. Неге дәл осындай табан тоқимыз. Бұл кедыйді негізі барлық кедый тоқитындар мынандай жіппен тоқиды. Моток осындай. Ол жіп бізде хлопок натуральный пехорка. Бұның бізде граммы 100 граммда 425 метр. Жіп өте жіңішке. Және де бізге крючок керек болады, маркер керек болады. Маркер жоқ болса басқа түсті жіпті қолдансаңыз болады. Және қайшы. Мен қазір табанды лимонный түстен тоқитын болам. Оратылған қалған жіп болған соң сіздерге мотогын көрсеткенім. Ең бірінші узелок жасап аламыз. Узелок жасап алдық. Осылай кішкене тартамыз. Және 18 воздушный петля алып шығамыз. Цепочка деп айтамыз ғой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Неге осындай болады? Енді 2 тағы воздушный петля аламыз. Ол бізде бір столбиктің орнын ауыстырады. 2 воздушный петля алдық, және соған маркеріміз тағамыз. Мынаған тағамыз. Ал мынау бізде жұмыс петлясы болған, бұны тиіспейміз. Енді накид аламыз. Мына жерден санаймыз маркерден бастап. 1-ші, 2-ші, 3-ші. 3-ші петляға бір қабырғасынан ғана столбик с накидом жасаймыз. Тағы біреу жасаймыз. Дәл осы жерге тағы да столбик с накидом жасаймыз. Бір көздің ішіне 2 жасалынды. Енді 16 столбик с накидом. Әр петляға бір-біруден тоқып шығамыз столбик с накидом. Ол 16 болу керек бізде. Санап отырамыз міндетті түрде. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ең соңғы петляға 6 столбик с накидом тоқып шығамыз. Осы бір көздің ішіне. 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбик с накидом тоқып шықтық. Енді осы жерлерге біз маркер тағып аламыз. Бастаған жерге ең біріншісіне тағамыз. Және соңғысына, 6-шысына тағамыз. Бізде 6-шысы. Әрі қарай. Дәл мына беттегідей 16 столбик с накидом тоқып шығамыз. Мына жіпті тартып, кішкене арасына тығып тоқып кетуді ұмытпаңыздар. Накид. Накид. Уже 2-ші қабырғадан аламыз. Жаңа ана жағын бастағанда 1-ші қабырғадан алғамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
мысалы өзіміз тоқышайық. 16 столбик сына кидім. 15, міне 16 столбик сына кидім. Маркер шешеміз. Осы жерге қосамыз. Соединительная петля. Мына екі қабырғасынан бірге аламыз. 1, 2. Тек жай ғана қосамыз. Келесі екінші рядты бастаймыз. Бірінші воздушный петля. Осы жерге мына воздушный петляға маркер тағамыз. Әрі қарай бірінші петляға столбик без накида тоқимыз. Тағы біреу тоқимыз осы жерге. Сонда бір петляның ішіне 2 столбик с накидом бірге тоқимыз. Екінші петляға тағы да бір столбик без накида, екінші столбик без накида. Әрі қарай 7 столбик без накида тоқып шығамыз. 7 петляға. Біреу, екеу, бір-біреуден әр көздің ішіне екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу. 2 петля столбик, полустолбик тоқимыз. Ол үшін накид аламыз. Бірінші петляға өткізіп, мынау 3 жіптен бірден өткізіп жібереміз. Бұл полупетля бізде. Екінші полупетлямыз. Үшеуінің де ішіне өткізіп жібереміз. Әрі қарай мына маркерге дейін бізде 7 петля. Соған столбик с накидом тоқып шығамыз. Әр петляға столбик с накидом. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу. Өте бос, өте қатты тоқымаңыздар. Свободно крючокты ұстап, маркер шешеміз. Мынау бірінші маркерден екінші маркерге дейін бізде 6 петля тоқым. Сол 6 петляның ішіне 2 столбик с накидом тоқып шығамыз. Сонда бізде 12 болады. Біріншісі тағы соның қасына тоқимыз. Екіншісі. Одан кейінгісіне де дәл сондай. 1 столбик с накидом. Соның қасына тағы да 1 столбик с накидом. 1 столбик с накидом. Тағы да 1 столбик с накидом. Столбик с накидом. Столбик с накидом. Бесіншісі мынау бізде. Столбик с накидом. Столбик с накидом. Маркерді аламыз. Және де 6-шысы. Столбик с накидом. Тағы да қасына столбик с накидом. 12 болды бізде. 6 еді бірінші қатарда, екінші қатарда 12 болды. Енді осы жерлерге тағы да маркер тағып қоямыз. Міне басталған жері бізде. Мынаған тағамыз біріншісіне. Және соңғы 12-шісіне тағамыз. Әрі қарай дәл мына жақтағыдай 7 столбик с накидом тоқимыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу. 2 полустолбик тоқимыз. Бірінші полустолбик, екінші полустолбик. Үшеудің ішіне бірден өткізіп жібереміз. 7 столбик без накида. Екіншісі, үшіншісі, 4, 5, 6, 7. Мына бізде мына басындағы жіп қой. Өте ұзын болып кеткен.
7. Мына жерде мына қосқан жеріміз бар ғой біздің ең бірінші. Сол жерге бір петля тоқып жібереміз. Без накида. Маркер шешеміз. Соединительный петля маркер тұрған жерге бізде. Мына жерде тұрды маркер. Қосамыз. Екінші ряд бітті. Үшінші ряд. 3 воздушный петля. 3. Накид. Мына бізде екінші қатардағы 4 столбик бар ғой, бірге тоқылған екеуден. Соған екеуден столбик с накидін тоқып шығамыз. Әр қайсысына. Біріншісіне тоқып жатырық. Тағы осы жерге біреу тоқимыз. Сонда бізде бұл жер 8 болып кетеді. 8 петля болады. Бір көздің ішіне 2 столбик с накидім. Келесісіне де дәл сондай. Біріншісі, мына екіншісі қасына тоқып жатырмын. Үшінші петляға да 2 столбик с накидім бірге тоқимыз. Төртінші петля. Столбик с накидім. Дәл қасына тоқып жатырмын. Әрі қарай маркерге дейін бізде 16 столбик с накидім. Әр петляның ішіне бір-біреуден тоқып шығамыз. 16 столбик с накидім. Дәл осылай тоқып шығамыз. Маркерге дейін 16 петля тоқып шықтық с накидім. Біз мына жерде маркер тағып жіберейік. Мен өзім маркерсіз жұмыс істейтін болғасын ұмытып кетіп отырмын. Мына жерде 1, 2, 3. Үшінші петляға тағамыз. Бағана воздушный петля жасадық қой 3 деп. Сол жерге тағамыз маркерді. Мына жерде енді маркерді аламыз. Осы бағана 12 болды. Бірінші маркерден екінші маркерге дейін арасы 12 петля. Сол жерге былай тоқып шығамыз. Біріншісіне 2 столбик с накидін бірге тоқып шығамыз. Біреу. Тағы осы жерге екіншісін тоқимыз. Келесі петляға 1 столбик с накидін тоқимыз. Келесі петляға 2 столбик с накидін тоқимыз. 1, 2. Келесі петляға 1 столбик с накидім. Сонда бізде бәр кезек-кезек келеді. Мына жерде тағы да ұмыттық маркер тағуды. Ең бірінші бастаған 1, 2. Бір көздің ішіне 2 тоққанымызға маркер кигізіп кетеміз. Осылай анау маркерге дейін кезек-кезек тоқып шығамыз. Бізде енді келіп тұр 2 столбик с накидім бірге. Келесінде 1 столбик с накидім. Екі столбик с накидім бірге тоқимыз. Келесінде 1 столбик с накидім. Одан кейін 2 столбик с накидім. Бір столбик с накидім. Келесінде 2 столбик с накидім. Маркер шешеміз. Бұл жерге 1 столбик с накидім тоқимыз. Және осыған маркер тағамыз. Бізде бұл жер 18 столбик болды. 18 столбик с накидім. Бағана екінші қатарда 12 тон, одан кейін 18 болды. Енді әрі қарай әр петляға бір-біреуден столбик с накидім тоқып шығамыз. 16 болу керек. 16 столбик с накидім тоқып шығамыз. Өзіміз тоқып шығайық. 15, міне 16-шысы. 16 столбик. 16 столбик с накидім. Бізде мына жерде бір петля қалды, сол жерге 2 столбик с накидім бірге тоқып жібереміз. Біреу, екіншісі. Мынау қосқан жерімізге, мына жерге 1 столбик с накидім тоқимыз. Маркерді шешеміз, сол жерге қосамыз. Соединительный петля жасаймыз. Міне. Әрі қарай 4-ші ряд. Бұл бізде соңғы ряд.
3 воздушный петля. Әрі қарай бірінші петляға 1 столбик с накидом. Екінші петляға 2 столбик с накидом бірге тоқимыз. Біреу және екіншісі осының қасына. Үшінші петляға 1 столбик. Бұл да уже кезек-кезек кетеді. Әрі қарай 2 петля бірге, 2 столбик с накидом бірге. 1 столбик с накидом. Келесісіне 2 столбик с накидом. Біреу, екіншісі. 1 столбик с накидом. Соңғысы 2 столбик с накидом бірге тоқимыз. Маркерге дейін 16 столбик с накидом. Әр көздің ішіне, әр петляға бір-бірден тоқып шығамыз столбик с накидом. 16 болу керек. 15 16 столбик с накидом. Маркер шешеміз. Біріншісіне 2 столбик с накидом бірге тоқимыз. Екінші петляға 1 столбик с накидом. Үшіншісіне тағы да 1 столбик с накидом. Төртіншісіне 2 столбик с накидом. Екеуін бірге тоқимыз. Біріншісі, екіншісі. Осылай кезек-кезек кете береміз. Келесі 2 столбикқа 1 столбик с накидом. 1 столбик с накидом. Одан кейін 2 столбик с накидом бірге тоқимыз. Біреу, екіншісі қасына тоқылып жатыр. Мынау алдыңғы рядында бізде 2 столбик бірге арасында 1 столбиктен ғана тоққанбыз, ал мынау 4-ші рядта 2 столбик бірге тоқимыз, одан кейін міне 1 2 столбик 1 столбиктен 1 столбиктен тоқып шығамыз. Мынаның арасында біреу болса, мынада екеуден біреу, екеу. Одан кейін екеу бірге кетеді. Осылай кезек-кезек. Мына жерде екеу бірге болса, енді бір-біреуден столбик с накидом тоқимыз. Біреу, екеу. Екеу бірге тоқимыз. Маркерге дейін солай тоқып шығамыз. Бұл жерде 24 петля шығу керек бізде. Бірінші маркерден екінші маркерға дейін 24 петля болу керек. Соңғысын тоқиық. Мынау 22 болып тұр. Міне 23. Бұл жерге біреу тоқимыз. Маркер шешеміз. Бұл жерге де 1 столбик с накидом тоқимыз. Маркеріміз тағып қоя салайық. Әрі қарай 16 столбик с накидом тоқып шығамыз. Әр петляға бір-біреуден 16 столбик с накидом. Мына маркер таққаннан кейін санап шығамыз ғой. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 16-шысын тоқимыз. 16-шы столбик с накидом. Әрі қарай мына жерлерге былай тоқып шығамыз. Мынаған 1 столбик с накидом. Одан кейін 2 столбик с накидом бірге тоқимыз. Біреу, екеу. Келесісіне 1 столбик с накидом. Қосқан жерге де 1 столбик с накидом тоқып жібереміз. Маркер аламыз. Осы жерге соединительный петля жасаймыз. 1, 2, 3. Үшінші петляға 2 қабырғасын бірге алуға тырысыңыздар. Болды, осымен бітірдік. Қиямыз. Маркерлерді алып тастай берсек болады, бізге уже керек жоқ. Және өлшеп көрейік. 10 сантиметр. Ені 5,5.
мінекей кентаймыздың табаны дайын. Мына жіпті инемен арасына тығып жіберсеңіздер болады, немесе қазір стенкасын тоқимыз, сол кезде арасына жасырып тоқып жіберуге де болады.